Италия кубогының ширек финалында Златан Ибрагимович пен Ромелу Лукаку арасында дау шықты. Алып денелі футболшылар мәселені жұдырықпен шешуге шақ қалды. Миланның лидері үзіліске аттанар алдында Интер шабуылшысына футбол ойнағанша вуду деген мал тірлігіңді жасап жүре бер, шақ деді. Златан Ибрагимович осылайша Лукакудың кезінде вудудың сөзіне сеніп Эвертоннан кетіп қалғанын еске түсірді. 2017 жылы Лукакудың анасы тәуіптің сөзіне сеніп баласынан Манчестер Юнайтедке ауысуын сұрады. Сондықтан бельгиялық Златанның айтқанын қатты қабылдап шешесіне тіл тигізгеніне ашуланды. Менің анама қатысты не айтпақсың, иттің баласы деп жауап берді Ромелу. Бұл қақтығыстан кейін қос форвардтың ара қатынасы қандай болмақ? Осы сәттен бастап олар бір-біріне жау атанғаны сөзсіз. Сәлем достар, бұл Бексұлтан Күйілімқосов және де топ 10 бағдарламасы. Спорт достықты дәріптесе де футболшылар арасында даулар, ренжістер мен кикілжіңдер жиі болып тұрады. Соларды футболдағы топ 10 жаулар шығарылымына еске түсірейік. Кеттік. 10-шы орында Стивен Джерард, Робин Ван Перси. Сенің АПЛ медалін қайда? Деген қанатты сөздер естеріңізде ме? Оны кезінде Робин Ван Перси Стивен Джерардқа айтқан еді. 2013 жылы Ван Перси мен Стиви Джи арасында жанжал шыққан. Манчестер Юнайтед жедесінде өнер көрсетіп жүрген футболшы солтүстік батыс дербиінде Ливерпульдің орталық қорғаушысы Мартин Шкартелмен сөзге келіп қалады. Стиви Джи мерсейдықтарының капитаны ретінде Шкартелді қорғап қалуға тырысады. Робин Джерардың араға қыстырылысқанына жынданып, тарихта қалатын сөзді былш етіп айтты. АПЛдың алтын медалі қайда? Деді Ван Перси. Менде медаль жоқ, бірақ трофей үшін клубтан клубқа ауысып, қарсыластың жейдесін киген емеспін. Ал Чемпиондар лигасының кубогы бар ма? Пасық неме деп жорстко жауап берді Стивен. Арсенал мен Манчестер Юнайтед командаларында өнер көрсеткен Робин Ван Перси 2019 жылы туған Фейнордында мансабын аяқтады. Ал Ливерпульдің мәңгі капитаны қазір бапкер ретінде Шотландияның Рейнджерс футбол клубын тізгіндейді. Биыл АПЛ болмаса да ШПЛдың алтын медалін бапкер ретінде тағып қалуы әбден мүмкін. 9-шы орында Криштиану Роналду, Симау Саброза. Симау Саброза Португалияның Криштиану Роналдуға дейінгі капитаны. Криштиануға лидерлік белгі спорттық принциппен берілген жоқ. Ронның жұлдызы жарқырай бастағанда ертерек ұлттық құрамасының капитан атануды қалайды. Сөйтіп федерация алдында ультиматум қояды. Мен капитан болам, болмасам мүлде ойнамаймын. Бұл әңгіме Саброзаға жетеді. Ол көрегенділігін танытып, дым болмағандай Роналдуға повязканы сыйға тартады. Криш бұл белгіні тауға лайық, деді Симау. Бірақ араға уақыт салып шындықтың беті ашылды. Саброзаның әйелі ұзақ жылдар бойы түгел отбасымен Роналдуды жек көріп келгенін жайып салды. Симау атақ құмар Роналдуды жау санап келген екен. Криромен бір командада доп теппеу үшін Португалияның ұлттық құрамасындағы мансабын да аяқтап жіберіпті. 8 Якуб Блащиковский, Роберт Левандовский. Осыған ұқсас жағдай Польшада да орын алған. Роберт Левандовский де кезінде Якуб Блащиковскийден капитандық белгіні ультиматум қойып тартып алған. Қос поляк 2010 жылдары Боруссия Дортмундтың намысын бірге қорғағанмен арада ешқашан достық сезімдері болған емес. 7 Жерар Пике, Серхио Рамос. Пике мен Рамосты прям жау деуге келмейді. Одан да Рамос пен Мессиді бұл тізімге қосуға болатын еді, бірақ қос испаниялықтың ара қатынасы ерекше қызық. Пике Барселонаның, Рамос Реалдың жедесін кигенде олар бір-бірін жек көріп кетеді. Бірақ ұлттық құрама намысын қорғағанда клубтық деңгейдегі түсініспеушіліктер жоққа шығады. Қорғаушылар Испания үшін 100-ден аса кездесуді бірге өткізіп, Пепе Рейна, Касильяс және Давид де Геаға қақпаны голдан аман алып қалуға талай рет көмектескен. Олардың арасындағы от кеше ғана жанған жоқ. Қос лидер бір-бірін о бастан жақтырмады. Алайда уақыт өте келе Пике де Рамос та футболшы ретінде мықтылығын дәлелдеп, қарсылас тарапынан сыйластыққа ие болды. Тек 2017 жылы Жерар Рамостың Реалы ұтылған сайын ләззат аламын дегені Серхионың есінде мәңгі қалмақ. Кезінде Король кубогінде Реал ойнауға рұқсаты жоқ Денис Чершевті алаңға шығарып, дисквалификациялық болғанда Пике Твиттерде қуаныштан есі кетіп,
сливочныйлардың үстінен күліп мазақ етті. Мадридтің орталық қорғаушысы қарсыластың оғашқылығын мүлдем түсіне алмады. Каталония тәуелсіздігі үшін жан беруге дайын Пикенің әрбір әрекеті мадридтік Рамостың шамына тиері рас. Бірақ қанша жерден екеуі бір-бірін жек көріп тұрса да арадағы сыйластығы азаймайтын секілді. Қос қорғаушы футболдан тыс уақытта тіпті бірге бизнес жасаудан да кетер емес деген ақпарат көп тарауда. Сондықтан біз жау деп жүрген екі испаниялық азамат тек ұлттық құрамада ғана емес, футболдан тыс уақытта да бір асуды бірге бағындырса қатты таңғала қоймаймыз. Ал негізі сізге осы екі испаниялықтың ішінде кімнің ойыны көбірек ұнайды? Пике ме әлде Рамос па? Пікірде жазыңыздар. Алтыншы орында Уэйн Бридж, Джон Терри. Ағылшындық футболшылардың арасында дау неден туғаны жайлы біз өткен бағдарламада егжей-тегжей айтып бергенбіз. Ол видеоны тағы бір көріп, естеріңізге түсіре аласыздар. Терри Англия ұлттық құрамасында және Челси клубында әріптесі Уэйн Бридждің сүйіктісін ұзақ уақыт жасырын сүйіп келіп, жүкті қылып жүрген. Содан бері Бридж Терриді иттің етінен артық жек көреді. Иттің етін жек көрсеңіздер, осы видеоға лайк басып жіберіңіздер. Ты серьезно? Бесінші орында Кевин Де Брюйне, Тибо Куртуа. Әріптесінің сүйіктісімен көңіл қосу Челсиде болып тұратын нәрсе. Кезінде Стэмфорд Бриджде ойнаған Кевин Де Брюйненің қызы қақпашы Тибо Куртуадан талай гол өткізіп алған дейді. Тек бельгиялықтар Терри мен Бридж сияқты жау болып кеткен жоқ. Ешқандай қыз бауырынан артық емес, атак деді КДБ. Бауырларымыз аман болсын деп бір лайк тастап жіберейік достар. Футболдан досының қызын тартып алу нормама деп ойлап қалдым. Біреудің қатыны қыздай көрінер деген бекер емес екен. Мауро Икарди мен Макси Лопестің де әңгімесі еске түсіп тұр. Бірақ бүгінге жетеді. Шөп салу тақырыбына арнайы топ 10 жасау керек сияқты. 4. Луис Суарес, Патрис Эвра. 2011 жылдың қазанында Ливерпульдің шабуылшысы Луис Суарес бітіспес қарсылас Манчестер Юнайтедтің қорғаушысы Патрис Эвраның намысына тиеді. Уругвайлық футболшы французды матч кезінде негро деп атайды. Суарестің айтуынша уругвайлықтар айтатын негро деген сөздің ешқандай негативті белгісі жоқ. Ал Эвра бұл сөзді расизм деп көтере алмай қалып төрешіге шағымданады. Кейіннен футбол қауымдастығы Луисті 8 матчқа ойыннан шеттетіп тастайды. Содан бері Суарес заявщик Эвраны жек көріп кетеді. Дисквалификация аяқталғаннан кейін қос футболшы алаңда қайта жолығады. Матч басталар алдында Луис Патристің қолын алмай қояды. Суарес негізі нәсілшіл емес екендігі түсінікті. Алайда жуырда басқа Уругвай азаматы Эдинсон Кавани де досына негро деп бұл сөздің ешқандай ауыр еместігін дәлелдей алмай әлек болған еді. Суарес те сөзінің зілі жоқ екенін жеткізе алмады. Тек былтыр ғана Эвра арада болған кикілжің бекер шыққан бойында тіс қаққан футболшыға реніші жоқ екенін жеткізді. Бірақ сол кезде Манчестер Юнайтедтің басшылығы Суаресті ойыннан шеттету үшін барын салады. Нәтижесінде үздік футболшысынан айырылған Ливерпуль чемпиондық таласта біраз ұпай жоғалтып қалады. Суарестің Ливерпульдегі ойыны естеріңізде болса, лайк басып жіберіңіздер. Үшінші орында Лионель Месси, Златан Ибрагимович. Златан Ибрагимовичтің жаулары Ромелу Лукакуға дейін де өте көп болған. Осы видеоға лайк баспағандардың бәрі менің жауым. Любойын вертушкадан теуіп қотамын дегенде естеріңізде шығар. Арты проблема болып кетпей тұрғанда лайк басып алыңыздар. Златанның жауы болған ешкімге выгодно емес. Оны Лионель Месси де түсінеді. Себебі швед жақтырмайтын адамдар ішіндегі ең танымалы Лео. Златан 2009-2011 жылдардағы Барселонадағы мансабын жек көрінішпен еске алады. Ол каталониялықтарды ақмақ балалар деп клубты балабақшаға теңеді. Швед Барсаның сол кездегі бапкері Пеп Гвардиоламен тіл табыса алмады. Оған себепкердің бірі болған Месси. Златан гранатовый форманы кие салысымен жасындай жарқырап, көптеп гол соғып, жеке шеберлігімен көшбасшылық қасиеттерін бірден танытты. Бұл жас жұлдыз Мессиге ұнамады. Аргентиналық бапкерден өзінің амплуасын алмастыруды сұрады. Нәтижесінде Лео қапталдан ортаға ойысты. Ал Златанға орын табылмай қалды. Ибра мұны көтере алмай қалды. Сөйтіп ашуға берілген ол аргентиналық әріптесін мазақ қылды. Я, оның 4 алтын добы бар. Менен мықты шығар. Бірақ мен автоматтан шоколад алып келсе, астыма стучик қойып отырмаймын. Бойым жетеді деді.
Екінші орында Рой Кин, Альф Инге Холланд. Боруссия Дортмундтың жас жұлдызы Эрлинг Холландтың әкесі Альф Инге Холланд та футболшы болған. Ол Ноттингем Форест, Лидс, Манчестер Сити жейдесін киген. Бірақ ғасыр басында мезгілінен бұрын мансабын аяқтауға мәжбүр болды. 2001 жылы Манчестер дербиінде Холландтың аяғын Юнайтедтің аңыз жартылай қорғаушысы Рой Кин қасақана сындырады. Жан айқайы бүкіл Манчестерге естілген Альф Ингенің қасына келген Рой кешірім сұраудың орнына бәрі есімде, сазайыңды тарттың ба сұмырай деп сыбырлап кетеді. Рой Кин норвегиялықтың өшін осылай жалған еді. Ол қандай өш? 90-шы жылдары Лидс Юнайтед пен Манчестер Юнайтед арасындағы раушандар дербиі өте принципиальный болған. Альф Инге Холланд Лидс жейдесінде ойнап жүргенде манкуниндік Рой Кинге қарсы матч өткізген. Екеуі соқтығысып қалып, Кин ауыр жарақат алады. Холланд қарсылас симуляция жасап жатыр деп жартылай қорғаушының үстінен күледі. Бірақ қаһарлы ирландиялықтың жаны шынымен жарақаттан қиналып жатқан екен. Травмасы ауыр болғаны сонша Кин футболдан бір жылға алыстап кетті. Бір жыл бойы ол Холландтан кек алуды армандап өтеді. Футбол ойнамақ түгілі жүруді басынан үйренген Рой Кин өз-өзіне қарымтаны міндетті түрде қайтарамын деп уәде етті. Қайтарғаны сонша нәтижесінде Холланд футболмен қоштасуға тура келді. Манчестер дербиіндегі соқтығыстан кейін бутсыларын шегеге іліп қойған Альф Инге ұлына ерекше көңіл бөлуді ұйғарды. Өзі шыға алмаған шыңды бағындырсын деп Эрлингті Брюне футбол клубының мектебіне береді. Әрі қарай не болғанын бәріміз білеміз. Сонымен достар, біз бірінші орынға да келіп жеттік. Бірінші орында жайғасқан, барлықтарыңыз біліп отқан шығарсыздар, Зидан Матерацци. 2006 жылдың 9 шілдесінде француз Зинедин Зидан әлем чемпионатының финалында Марко Матерацциді сүзіп құлатқанын бәріміз білеміз. Бірақ қорғаушы Зиданға не айтқаны ұзақ жылдар бойы жұмбақ болып келді. Тек жанкүйерлер арасында догадкалар көп жүрді. Бірақ былтыр ғана шындықтың беті ашылды. Әлем чемпионы Матерацци Инстаграмның тікелей эфирінде расымен де Зиданның намысына тигенін мойындады. Біз алаңда бірнеше рет соқтығысып қалдық. Үшінші стычкадан кейін Зизу, өтініш, жайлап ойнайсың ба дедім. Ол маған ренжіме, ойыннан кейін саған футболкамды сыйлаймын деді. Мен одан да қарындасыңды бір түнге сыйла деп жауап бердім. Одан кейін не болғаны мәлім. Зидан Матерацциді ешқашан кешірмейтін шығар. Может быть. А может и нет. Осымен топ-10-ның юбилейный 6-шы шығарылым аяқталды. Видеоны тездетіп шығу үшін сіздердің лайктарыңыз керек. Келесі шығарылым 3000 лайк жиналғанда шығады. Сондықтан үлбілдетіп тастаңыздар. Сөз соңында айтарым. Ұлтанып тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім, бір жауым менің болмайды.